Ит жеті қазынаның бірі дейді дана халқымыз. Тарихқа сүйенсек, иттің адалдығы оның қастерлі жануар екенін дәлелдеген. Сол себепті олар қазыналардың қатарына жатқан көрінеді. Осыған байланысты қазақтар итті жыл санауының атауына кіргізіп, ол жайында ертегілерде де түсінікті етіп жазған. Алайда біз қастерлі деп отырған жануардың жыртқыштық қасиеті бар екенін де ұмытпағанымыз жөн. Көше кезіп жүрген қаңғыбас, бұралқы иттердің зияны қазіргі таңда өзекті қаралатын мәселеге айналып бара жатқандай. Халқымыз жеті қазынаның бірі санаған ит атауының бүгінде қадір кетіп құты қашты. Себебі қазір құмай тазы, жүйрік ат деген сөздер қарағанда қаңғыбас ит деген сөз тілімізге жатық болып кетті. Абай хакім айтқандай, күшік асырап ит еттім, ол балтырымды қанатты деген нақыл сөзі еріксіз ойға оралады. Сондықтан ит атаулыдан барынша сақ болайық. Соңғы уақытта қаңғыбас иттердің қатысуымен болып жатқан талай келеңсіз оқиғалардан әлеуметтік желі арқылы хабардармыз. Оның ішінде әсіресе балалардың бұралқы иттен зардап шеккенін естіп, көріп те жүрміз. Итталған балалардың саны 1000-нан асқанын ескерсек, жағдай тіпті ушыға түскенін бағамдау мүлде қиын емес. Бірақ алдағы уақытта мұндай келеңсіз жағдайдың қайталанбауына кім кепіл? Қоғам қаңғыбас иттерден зардап шегуде. Сондықтан олармен күресу әлем бойынша бітіспес мәселеге айналып кеткен. Оны шешуді өзімізден, яғни адамдардан, елімізде жануарларға деген жауапкершілікпен қарауды қалыптастырудан бастау керекпіз. Ал бұл мәселе шешілген кезде ит шынымен де адамның ең жақын досы бола алады. Бүгінде көше кезіп жүрген қаңғыбас ит тұрғындар үшін қауіп тудырып отыр. Олар алдымен жұқпалы ауруларды тасымалдаушы болса, ал құтыру белгілері байқалғанда адамдарға агрессивті шабуыл жасауы мүмкін. Мұның салдары тіпті адам өліміне де алып келіп жатады. Жалпы қаңғыбас ит көбінесе асыраушысы жоқ болғаннан немесе иесін жоғалтып алғаннан адасып кетуден пайда болып жатады. Әрине, мұндай иесіз жүрген ит әр жерді паналап, күл-қоқыстың арасында түрлі қалдықтармен қоректеніп күн көреді. Осыдан кейін үй жануарының ағзасында түрлі жұқпалы аурулар пайда болуы мүмкін.